1937 жылғы 15 тамыздағы КСРО-ның Ішкі істер халық комиссариатының номері 486 бұйрығы отанын сатқандардың отбасы мүшелеріне қарсы жаппай қуғын-сүргінді бастауға мұрындық болды. Бұл құжат ең алдымен саяси айып тағылғандардың әйелдерінің кінәсін еш дәлелдемей қамауға алуға және лагерлерге жіберуге құқық берді. Қысқа мерзім ішінде бас аяғы бірнеше ай барысында барлық отанын сатқандардың әйелдері қамауға алынып, 5 жылдан 8 жылға дейінгі мерзімге сотталып, еңбекпен түзеу лагеріне жіберілді. 1937 жылғы 3 желтоқсандағы Ішкі істер халық комиссариатының бұйрығы негізінде, былайша айтқанда 26 нүктенің базасында жер аударылғандардың еңбек кенті Ішкі істер халық комиссариаты Қарлақтың Ақмола арнайы бөлімшесі құрылды. 1 жастан 3 жасқа дейінгі балалы әйелдердің алғашқы легі Ақмолаға 1938 жылдың 6 қаңтарында келді. Алжир отанын сатқандардың Ақмола лагері. Тұтқын әйелдер оны осылай қалжыңдап атайтын. Мұнда этаппен 20 мыңнан астам әйелдер өткен, ал 8 мыңнан астам әйел Алжирде қоңыраудан қоңырауға дейінгі мерзімдерін отырып шыққан. Олардың есімдері негізінен одақ көлеміне кеңінен танылған Азиза Рысқұлова мен оның анасы Арипа Есенғұлова, Дамиш Жүргенева, Рабиға Асфендиярова, әнші Лидия Русланова, тағы басқа сынды мемлекет, саясат және қоғам қайраткерлерінің әйелдері еді. Лагер бірнеше саман барақтардан, 4 мұнара мен темір торлардан тұратын. Алжир тұтқындарының бүкіл өмірі бір-бірінен айырмашылығы жоқ, сұп-сұр қайы күндерден тұратын. Таң сәріден барак алдында жалпы түгендеу, одан кейін асханадағы бір ожау сұйық ботқа, бір тілім қара нан, ожау толмас көже мен шай ішетін шәшкеге салынған баттасқан ботқа. Міне, бұл тұтқындардың өзгермейтін ас мәзірі болды. Сондықтан да тұтқындар үздіксіз аштықтың азабын тартумен болатын. Қарлақтың 26 нүктесіндегі тұтқын әйелдердің каторгалық еңбегі арқасында айтарлықтай қысқа мерзім ішінде лагер көп салалы табысты шаруашылыққа айналды. Ал өндірістік көрсеткіштер бойынша Қарлақтың барлық бөлімшелері арасынан бірінші орынға шықты. Әйелдер жеміс ағаштарын өсірумен де айналысты. Алма, алмұрт, қара өрік, шие өсіруде жолға қойылды. Ал жылы жайларда гүлдер, барақтарды бойлай теректер отырғызылды. Тарих Ақмола облысының бұрынғы Малиновка, қазіргі Ақмола ауылында болған Ақмола лагері жайлы ұмытқан жоқ. Бұл орын 20 ғасырдағы адамзат трагедиясының үнсіз куәгері ретінде әлі де тұр.